тәуекелшіл болу. Тәуекел сөзі сенім білдіру, өзінің әлсіз екендігі мойындап, өзгеге сүйену дегенді білдіреді. Яғни, тәуекел деп белгілі бір мақсатқа қол жеткізу үшін қажетті себептерді орындағаннан кейін нәтижесін Аллаға тапсыруды айтамыз. Себеп салдарын жасау, мәселен, пайғамбарымыздың соғыс кезінде үстіне сауыт, басына дулыға киюі, Меккеде Мединеге қоныс аударарда адамдар ұйықтап жатқан уақытта шығуы, және әдетте жүретін жолдан өзге жолмен жүруі, бұның барлығы тәуекел етумен қатар атқарылған себептер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тәуекел етумен себептің байланысын былай түсіндіреді. Егер сендер Аллаға шынайы тәуекел етсеңдер, онда ол сендерді таңертең аш кетіп, кешке қарындары тойып қайтатын құстарды қалай ризықтандырса, тура солай ризықтандырар еді деп түсіндірген. Бұл хадис біздерге құстарды мысал ете отырып, шынайы тәуекел етудің мәнін ашып көрсетеді. Құстар ұяларына ризықтың өзі келуін күтіп отырмай, себебін жасап, таңертең аш күйлерінде ризық іздеп ұшып шығады. Алайда Алла оларды кешке тоқ қылып қайтарады. Мұсылман адам да осындай тәуекел етумен қатар әр кез себебін жасап отыруы қажет.